елбасымыздың жаңағы ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында аталып кеткендей, мынау қазақ мәдениетін әлемге таныту, қазақ мәдениеті құндылықтарын ашып көрсету, мынау мәдениеттану пәнінің де, мәдениеттану ғылымының да келелі міндеті болып табылады. Біздің ұлы бабамыз, мына университет соның атына ие, Әл-Фараби мәдениет негізінен 3 түрде болады деген. Ол бірінші ізгілер мәдениеті, екінші айталық ізгі емес қала мәдениеті. Мәдениетті терең зерттеу бұл Әл-Фарабидан бастау алғанымен бастау алады, және қазіргі күнде де мынау Қазақ ұлттық университетінің мәдениеттанушылары бұл істі жалғастырып келеді.